тұрмысқа шыққан Баян Алагөзова бұрынғы күйеуі туралы шындықты жайып салды. Танымал продюсер Баян Алагөзова «Замандас» подкастына берген сұхбатында түсіріп жатқан «Sakura It's My Life» атты жаңа фильмі туралы айта келе, картинаның жеке өміріне қатысы бар екенін жайып салды. Бұл менің жеке өмірімнен ғана емес, 90-шы жылдары кездескен көп адамның өмірінен алынған, және ол жасанды емес. Бұл қиял емес, әрбір сөзі, әрбір эпизод өмірден алынған, дейді продюсер. Мен сондай адамға тұрмысқа шықтым, оның соңы қалай аяқталғанын бәрі біледі. Ол кезде бұл жігіттердің рэкеттердің күші бар еді. Оларда билік те, ақша да болды. Іс жүзінде барлығын тұншықтырды, деп жауап берді Баян Алагөзова. Осы орайда продюсер бұрынғы күйеуімен қалай ажырасқанын айтты. Мен ажырасу туралы шешімді көп уақыт бұрын, тіпті ажыраспас бұрын қабылдадым, бірақ ол әрине араласқысы келмеді, дейді продюсер. Еске сала кетейік, белгілі продюсердің бұрынғы күйеуі Бақытбек Есентаев 2022 жылдың шілдесінде бостандыққа шыққан болатын. Әйелін ұрып-соғып өлтірмек болып айыптаған ол 6 жылға жуық абақтыда отырды. Айта кетейік, продюсер мен Бақытбек Есентаевтың ортақ қыздары бар.